міндетті түрде 2 айдан кейін президенттік сайлау өтуге тиіс. Президент өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқталса, билік вакуумы пайда болуы тиіс. Вице-президент ол автоматты түрде келесі президент дегенді білдірмейді. Құрылтай партиялық жүйемен сайланатын болса, елімізде тіркелетін саяси партиялар бар күш-жүгерін жұмсайтын болады. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір қазақта жақсы сөз бар. Халыққа салма, халыққа сал деген. Соңғы 1-2 айдың шегінде Қазақстан қоғамы, қазақ қоғамы қызу талқылап жатқан ең басты мәселе бұл Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатындағы бағыт-бағдарын айқындайтын мемлекет пен биліктің арасындағы тікелей байланыстырушы құжат саналатын ең басты құжат Конституцияның жаңа жобасы, оған енгізілген өзгертулер мен түзетулер. Қоғам болғаннан кейін оның ішінде түрлі пікірлер бар. Конституцияны жақтап жатқан азаматтар да бар, оған конструктивті сын айтып жатқан азаматтар да бар. Сонымен қатар қоғамның өзекшілігін тудырып отырған маңызды сұрақтар да жеткілікті. Бүгін осы тақырыптың төңірегінде аз-кем пікір алмасып, өз ойларымызбен бөлісейік деп шештік. Бүгін біздің басқосуға белгілі саясаттанушы Асхат Хасенғали мырза қатысып отыр. Сонымен бірге Қазақстан Республикасы президент іс басқармасы жанындағы парламентаризм институты ғылыми зерттеу орталығының басшысы, PhD доктор Нұржан Сәулен ханым қатысып отыр. Менің есімім Нұргелді Әбдіғаниұлы, саясаттанушы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл жаңа конституция, бұл жеке түзетулердің жиынтығы емес, негізгі заңның тұтастай жаңа редакциясы. Оның негізінде адамға арналған мемлекет қағидаты, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдіктерін күшейту, заңның үстемдігін, әділеттілік пен жауапкершілікті бекіту жатыр. Ең бастысы бұл құжат қоғамның белсенді қатысуымен және адамдардың нақты сұраныстарын ескере отырып қалыптасты. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Конституциялық соттың төрағасы Эльвира Азимова ханым да өзінің қорытынды есебінде Қазақстан азаматтарынан, саяси партиялардан, қоғамдық ұйымдардан, әртүрлі топтардан ұзын ырғасы 5000-нан астам ұсыныстың өтініш арқылы келіп түскенін айтты. Ал реалды бағамды айтуға болсақ, әлеуметтік желілерде ресми жолданбаған ұсыныстардан бөлек әлеуметтік желілерде бұқаралық ақпарат құралдарында айтылған ұсыныстарды ескере тұғын болсақ, бұл ұсыныстардың саны 10 000-нан асып кетуі әбден мүмкін. Және бұл қалыпты құбылыс, және бұл Қазақстан азаматтарының бұл процеске деген бейжай емес екендігін, яғни бұл процеске белсенді араласып отырғанын көрсетеді. Жаңа конституцияның жобасы заңдылық пен тәртіп қағидаттарын күшейтеді, мемлекеттің азаматтар алдындағы жауапкершілігін нақты бекітеді, басқару жүйесін ашықтық пен әділеттілікке бағыттайды деп үміттенеді қоғам. Бұл нормалар еліміздің экономикалық мүддесін және азаматтардың қаржылық қауіпсіздігін қорғау үшін берік құқықтық негіз қалыптастырады деп баршамыз сенеміз. Конституциялық комиссия құрылып, Конституцияның преамбуласы жарияланып, Конституцияның жобасы қоғамдық талқыға ұсынылғалы бері қоғамда түрлі сұрақтар көтерілуде. Соның ішінде ең актуалдыларын біз бүгін талқы етсек деп іріктеп алдық. Ең біріншісі бұл Қазақстанның парламентаризм институтының, яғни бір палаталы парламенттік жүйеге өтуі, оның атауының құрылтай болып өзгеруі, және құрылтайға сайлау және сайлану құқығының Конституцияда нақтыланып жазылуы. Қоғамда осыған қатысты түрлі сұрақтар туындайды. Неге пропорционалды жүйе, неге азаматтар тікелей сайламайды, неге құрылтай депутаттарын немесе кандидаттарын партиялық система ғана, партиялық жүйе ғана сайлайды деген секілді қоғамда өзекті сұрақтар туып отыр. Және сарапшы ретінде біз осыған қатысты өзіміздің ойымызды бөліссек деген ұсыныс бар. Екінші мәселе, президенттің құрылтайды
тарату құқығына қатысты қоғамда түсініспеушіліктер мен түрлі сұрақтар туындауда. Президент құзыреті құрылтайды өз бетінше таратуға ырықты болса, ондай жағдайда құрылтайдың құқықтық саяси салмағы төмендеп кетпей ма деген алаңдаушылық пікірлерде айтылады. Осы сұраққа да өз кезегімізде ой бөліссек. Және үшінші сұрақ бұл Қазақстандағы саяси жүйенің түбегейлі өзгеруі. Бір палаталы парламентке көшу, сенаттың жойылуы және Қазақстанда вице-президент статусының қайта енгізілуі. Бұған қатысты да түрлі сұрақтар туындайды. Өз кезегінде вице-президент пен президенттің қатары болуы бұл Қазақстанда қосар биліктік жүйеге бағыт алып кетпей ма, немесе бұл вице-президент лауазымының қайта енгізілуі билік транзитіне бағытталған қадамдар емес па деген секілді сұрақтар туындайды. Бұл сұраққа да жауап бергеніміз жөн болар. Және ең бастысы, Конституцияда Қазақстанның сот жүйесінің тәуелсіздігі, сот жүйесінің еркі жайлы қоғамда түрлі түсініспеушіліктер бар. Осы тақырыптарға қатысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыз, Нұржан ханым. Қайырлы күн, рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы осы бүгінгі қазіргі соңғы кезде көтеріліп жатқан мәселе бойынша жалпы тоқталып сипаттап атап өттіңіз. Қайталамай қояқ. Жалпы жаңағы бірінші сұрағыңызға тікелей келетін болсақ, мынау пропорционалды сайлау жүйесіне қатысты. Жалпы осы мынау мәселені бұл алғаш рет жаңағы бәрімізге белгілі былтырғы жылы қыркүйектегі президенттің халыққа жолдауында көтерілген болатын. Сол кезде жаңағы мемлекет басшысы бір палаталы парламентті толықтай партиялық тізімдер арқылы қалыптастыру мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Бұл ұсыныс жаңағы жекелеген тактикалық шешім емес, яғни саяси жүйенің логикалық терең ойы деп қарауға бағытталған қадам деп айтсақ болады. Ең алдымен бұл құрылтай жергілікті деңгейдегі емес, мынау жалпы ұлттық деңгейдегі шешімдер қабылдайтын орган екенін нақты түсінуіміз керек. Бұл елдің даму бағытын, сонымен қатар мынау экономикалық модельді, әлеуметтік саясатты, құқықтық институционалдық реформаларды айқындайды. Яғни бұндай органның жұмысы жаңағы мынау өте аумақты, үлкен ауқымды, ұлттық мүддеге қатысты болғандықтан осындай жаңағы пропорционалдық жүйеге әкеліп отырған жайдан жай емес деп айтсақ болады. Бұл жерде жаңағы көп халықтың пікірлері, сарапшылардың пікірлеріне келетін болсақ, жаңағы бір мандаттық округ неге қалдырмаққа, неге бұл белгілі бір жаңағы өңірлердің мәселесі шектен тыс қалып қоймай ма деген сұрақтар туындатады деп айтып жатыр да бұл жерде. Бұл жерде яғни жергілікті деңгейде жаңа айтып өттік та, пропорционалды сайлау жүйесі әрине қалдырып отырмыз, бірақ жаңағы бір мандатты мажоритарлы жүйе бұл жергілікті жаңағы деңгейде сақталып отыр. Яғни не себепте жергілікті деңгейде, жаңа маслихат деңгейлерінде сақталып отыр? Бұл өйткені тиімдірек. Бұл тәсілді жаңағы ұлттық жаңағы парламентке көшіру, заң шығару процесін бөлшектеп, жаңағы әр депутаттың өз округінің мүддесінің жаңағы бірінші ойынға қоюына алып келуі мүмкін. Нәтижесінде бұл жаңағы стратегиялық жұмыстың әлсіреуіне алып келуі мүмкін, жаңағы бір мандатқа қатысты айтатын болсақ. Ал пропорционалдық жүйе бұл депутаттардың жаңағы жекелеген аумақтар бойынша емес, жаңа ортақ партияның, әр партияның өзінің бағдарламасы болады ғой, негізделген. Яғни сол партиялық бағдарламамен жаңағы өзінің арнайы платформасы, саяси бағдардың төңірегін жалпы бір жүйеге келтіреді. Яғни бұл парламенттің жұмысын жүйелі, әрі бірізді, маңызды стратегиялық мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндік береді.
Сондай-ақ бұнда бәсекеге жеке тұлғалар арасында да емес, партиялардың жаңағы бағдарламалары мен елді дамытуға арналған нақты ұсыныстары арасында да жүр. Яғни бұл процестің мазмұнын күшейтетін маңызды фактор деп айтуға болады. Тағы бір маңызды артықшылығы, яғни кәсіби парламент қалыптастыру мүмкіндігінде бұл партиялық тізімдер арқылы жаңағы мынау экономика, қаржы, өнеркәсіп, әлеуметтік, білім, мәдениет сияқты әртүрлі салалардың тәжірибесі бар мамандарды жүйелі түрде тартуға болады. Яғни заң шығару тек бұл саяси мәселе емес, бұл ең бастысы бұл біздің алдымызда тұрған үлкен бұл сараптамалық жұмыс деп айтсақ та болады. Сондықтан осы мынау жаңағы партиядағы өзінің жаңағы салалық әртүрлі жаңа айтып өттік қой, білім, тәжірибесі бар кадрлардың болуы бұл заң шығару процесінде үлкен септігін тигізеді, және сапасына тікелей әсер етеді деп айтуға болады. Яғни пропорционалды жүйе саяси жауапкершілікті нақтылайды деп айтсақ болады. Бұл жаңағы тек қана бір партиялы, бір мандатты партияға, депутатқа ғана емес, яғни бұл жаңағы тұтас бір партияның тікелей жауапкершілігін көздейді деп айтсақ болады. Сондай-ақ тағы бір маңызды жайтты айтып өтсек, бұл жерде жаңағы айтып өттім да, бұл жаңағы мажоритарлық жүйеден толық кейбір азаматтар түсініп жатады, мажоритарлық жүйеден толық бас тарту көзделіп отыр дегендей жаңа әңгіменің басында айтып өттім. Яғни бұл жергілікті жерде, өңірлерде, мәслихат деңгейінде бұл сақталып отыр деп айтсақ болады. Жалпы бұл біздің парламентаризм, жалпы біздің парламентаризм, Қазақстан парламентаризмінің тарихында бір партиялы немесе жаңағы партиялық жүйе арқылы сайлану бұған дейін болған үрдіс қой. Бұл өз кезегінде Қазақстандағы, жоғарыда Нұржан ханым айтқандай, Қазақстандағы парламент жауапкершілігін арттыруға бағытталған кезекті қадам деп талқылағанымыз дұрыс. Өйткені парламентке, яғни құрылтайға сайланатын әр партия сайланбас бұрын өздерінің кандидаттарын жұртқа жария түрде ұсыну керек дегенде қоғамда пікірлер айтылуда, және бұл дұрыс пікір деп қабылдаймыз. Өйткені халық кімдердің сайланатынын, қай кандидаттардың ішінде болашақ құрылтай депутаттары болатын алдын ала көруі, және соған сай партияларға дауыс беруі қажет. Бұл бір. Екі, бұл өз кезегінде парламенттік мандатқа еліміздегі саяси партиялардың өз ара бәсекесін арттыруға бағытталады дей аламыз. Өйткені құрылтай партиялық жүйемен сайланатын болса, елімізде тіркелетін саяси партиялар ол құрылтайдан орын алуға әлбетте бар күш-жүгерін жұмсайтұғын болады. Өздерінің саяси бағдарламаларын, тұжырымдамаларын жария түрде, алдын ала жария түрде ұсынатұғын болады. Сондықтан бұл жүйенің еліміздегі партиялық институтты және парламентаризм институтын дамытуға, өзара бәсекені арттыруға көп септігі тиеді дей аламыз. Бұл тұрғыда Асеке, сіз не ойлайсыз? Қайырлы күн, әріптестер. Жақсы талқылау болып жатыр. Нұржан ханым жақсы жан-жақты талқылап айтып өтті парламенттік өзгерістерге байланысты жаңағы. Мен енді көбінесе халықаралық жаңағы қатынастарды, осы халықаралық қақтығыстарды зерттеп жүргендіктен осы тұрғыдан бұл өзгерістердің қалай бізге әсер ететініне байланысты аз-кем пікір білдіруге рұқсат етіңіздер. Жалпы енді бізде қазіргі уақыттағы болып жатқан өзгерістер жаңағы партиялық тізім бойынша енді бізде жаңағы депутаттарды сайлау, өзін-өзі ұсыну жаңағы негізінде құрылтайға өту мүмкіндігінің қазіргі уақытта болмауы, осыған байланысты енді қоғам арасында өте көп пікір алмасулар болып жатыр, талқылаулар болып жатыр. Ол өте заңды.
кез келген қоғамда да осындай өзгерістер жаңағы болған сәтте талқылаулардың болатыны түсінікті. Алайда енді біз әлемдік мына тәжірибелерге назар аударатын болсақ, халықаралық жаңағы болып жатқан өзгерістерге қарайтын болсақ, біріншіден бұндай пропорционалды деңгейдегі, яғни тек қана партиялардың жаңағы парламентте отыру және сол арқылы мемлекеттің стратегиясын анықтауға байланысты шешімдері ол әлемде де бар тәжірибе. Мысалы енді өзіміз тілге тиек етіп көп айтатын дүниенің бірі ол Еуропа мемлекеттері болса, осы Еуропа елдерінде де жаңағы мұндай тәжірибелер кездеседі. Мысалы Португалияны айтсақ болады, немесе жаңағы Бельгияны айтсақ болады. Иә, Бельгияда да өзін өзі ұсыну құқығы бар, алайда ол соңғы жылдары өте аз қолданылады. Ал енді мысалы Португалия сынды мемлекеттерде бұл тек қана жаңа партиялық тізімдер бойынша өтіп жатады. Немесе қазір мына әлемдік саясатта өте көп айтылатын мемлекеттің бірі ол Израиль. Израильде енді Кнессет жаңағы аталады, Кнессет деп, сол Кнессетті жаңағы партиялық тізіммен ғана өтеді. Яғни өзін өзі ұсыну құқығы ол жақтарда жоғарғы парламенттік деңгейде жоқ. Және бұл қандай өзгерістерге алып келді бұл мемлекеттерде? Біріншіден, бұл мемлекеттерде саяси белсенділік артқан, партиялардың арасындағы, яғни саяси бәсекелестік артқан. Жаңағы Нұржан ханым айтып өткендей, партиялар сайлауда жеңіске жету үшін және дауыс берушілердің сеніміне ие болу үшін олардың мәселелерін көбірек зерттей бастаған. Яғни олар өздерінің бағдарламаларын өзгертуге жаңағы құлықты бола бастаған. Мысалы енді бізде кейбір партиялар бар, өзінің бағдарламасын қабылдайды және ол бағдарламасын ұзақ жылдар бойы саяси реализмге назар аудармастан өзгертпейді. Ал енді мысалы қазіргі уақытта парламентке тек қана партиялық тізіммен өтетін шешім қабылдаған кезде саяси партиялар енді дауыс берушілердің жаңағы дауысына ие болу үшін олар саяси реализмді, әлеуметтік реализмді қарастыра бастайды және соған байланысты өздерінің бағдарламаларын өзекті деген тақырыптарға қарай бұрады. Бұл бір. Екінші мәселе, әлсіз партиялар бар, оны да мойындау керек. Басымдыққа ие партиялар болады және қоғам арасында енді әлсіз партиялар болады. Ол кез келген мемлекетте бар. Және әлсіз партиялар не істейді? Әлсіз партиялар мұндай сәттерде коалицияларға біріге бастайды, яғни коалиция құрады. Бұл әсіресе мына Еуропа мемлекеттерінде өте жақсы дамыған, және Израильде де соңғы жылдары мысалы коалициялық жаңағы бірлестіктердің саны артты. Сондықтан енді бізде де мысалы жаңағы құрылтайға осы бір коалиция құрып барғысы келетін болашақта біз сондай бір көріністерді көріп қалуымыз мүмкін, және бұл жаңағы саяси жаңағы белсенділікті қоғамдағы арттыратын бір өте үлкен жаңағы қызықты тәжірибелердің бірі деп айтсақ болады. Сондықтан осындай бір саяси өзгерістерді көріп қалуымыз әбден мүмкін. Екінші мәселе ол мажоритарлық жүйенің сақталуына байланысты. Бізде оны толыққанды жойып жатқан жоқ. Жаңағы айтылып өткеніндей, бұл жергілікті деңгейде қалады, яғни маслихат депутаттары осы мажоритарлық негізде өздерінің үнін қаталады және жергілікті басқару жүйесінде өзекті тұрған мәселелерді сол бір аймақтың, ауданның, қаланың, қалашықтың деген сияқты өзекті мәселелерін өткір көтеру мүмкіндіктеріне ие болады. Сондықтан бұл жердегі негізгі мәселе ол жаңағы жауапкершіліктердің де бөлінуі деп айтсақ болатын шығар. Біріншісі ол аймақтық деңгейдегі жауапкершіліктерді мажоритарлық негізде белсенді тұлғалар жаңа маслихатта көтере алады, бұл бір. Екіншісі ол жаңағы құрылтайда көтерілетін мәселелер, ол партиялық тізіммен өтетін депутаттар құрылтайда мемлекеттік деңгейдегі мәселелерді көтереді. Яғни жауапкершіліктерді осындай бір негіздерге бөліп қарастырған дұрыс болатын шығар. Сондықтан мұндай тәжірибелер әлемде бар. Бұндай тәжірибелер бізде де жаңағы бұған дейін де бізде болды, өздеріңіз білесіздер, партиялық тізіммен өтеді деген сияқты. Және қазіргі бір ерекшелік, бізде бұл тек қана мажоритарлық жүйені жаңа құрылтайға өту сәтінде алып тастаудан бөлек, бұл жердегі тағы бір мәселе, ол біз барлық партияларға тең мүмкіндік жасау үшін біз жаңағы бұрынғы енді Қазақстан Халқы Ассамблеясы өкілдеріне де берілетін квотаны мысалы алып тастап жатырмыз. Яғни бұны бір сол өзгерістердің ішіне кіргізуге болады. Сондықтан біз бұл өзгерістердің нәтижесінде қазір енді қызу жаңағы парламентке қол жеткізуге тиіспіз. Қызу талқы болатын, өзекті мәселелерді көтере алатын және ішкі саяси бәсекелестікке түсе алатын жаңағы парламент көруіміз қажет. Одан бөлек тағы бір айтылатын дүние, бұл жерде енді партиялық тізіммен барғаннан кейін шын мәнінде қоғам білетін
ел танитын және расымен де кәсіби мамандар баруға тиіс құрылтайға. Өйткені ол жерде енді өте аса маңызды заңдар қабылданады, ел тағдырын шешетін мәселелер көтеріледі деген сияқты. Яғни ондай тұлғаларды апару үшін партиялардың өзінің ішіндегі бәсекелестік артады. Ол бәсекелестік қалай артады? Біз праймеризді көріп қалуымыз әбден мүмкін. Себебі мына көптеген мемлекеттерде осы партиялық тізіммен өтетін сәтте кандидаттарды ұсынатын кезде, партия өзінің кандидаттарын ұсынатын кезде, тізімге қосатын сәтте олар праймериз өткізеді. Яғни өзінің ішіндегі кіл мықтының ішінде кім мықтыны анықтау үшін сондай бір саяси додаларға түсіп жатады. Яғни бұл да өзі партияны өзінің ішінен жаңа тұлғаларды тарту үшін, қоғамнан жаңа кәсіби мамандарды өзіне жақтас ету үшін жүргізілетін дүние. Сондықтан біз тек қана осы партиялардың арасындағы бәсекелестікті ғана емес, сонымен бірге партияның ішіндегі бәсекелестікті де көруіміз тиіс деп ойлаймын. Яғни бұл барлық деңгейдегі саяси жаңағы бәсекелестікке қан жүгіртетін өзгерістердің бірі болуы тиіс. Былай бір қосып өтсем, бұл яғни реформаның яғни түпкі мақсаты өкілділікті жаңағы бір мандаттықты әлсірету емес, яғни керісінше бұл өкілдікті жаңағы сапалық тұрғыдан жаңа деңгейге шығару деп айтсақ болады. Яғни парламенттің, яғни болашақ құрылтайдың жаңағы кәсіби тұрақтылығын ұзақ мерзімді жаңағы сапалы заң шығарушы институтқа айналдыру мақсатында жасалып отқан реформа деп санаймын. Жақсы, пікірлеріңізге көп рахмет. Өздеріңіз білесіздер, Америка президенті Томастың сөзі бар ғой, 20-дағы жігітке жаңағы 13-дегі бешпентін кигізе алмайсың, одан қол аяғың сидиіп шығып тұрады. Сол секілді әрбір қоғам өз уақытына қарай өзінің конституциясын жазуы керек деген. Бүгінгі геосаяси реализм жағдайында Қазақстан осы процесті бастан өткеріп отқанын бәріміз көріп біліп отырмыз. Конституция бұл ең әуелі қоғамдық келісім дейміз. Бұл биліктің қалай құрылатынын, әділдіктің неге негізделетінін, қандай құқықтар қорғалатынын, қандай құндылықтар іргетас болып қаланатынын, саналатынын, және саяси турбуленттік кезеңінде қандай ережелерді бұзуға болмайтынын анықтайтын негізгі ережелер жиынтығы. Енді бұл жалпы сипаттамасы. Біз бүгін көріп отырған осы саяси өзгерістер кезінде, соның ішінде жаңа ата заңды жазып қабылдау процесінде қоғамның ең қызу талқылаған тағы бір тақырыптарының бірі бұл Қазақстанда вице-президент статусының қайта енгізілуі. Бұл бізге таңсық дүние емес, бұл бізде болған практикамызда 90-шы жылдары бізде вице-президент статусы болған. Кейін сол кезеңнің саяси себептеріне байланысты бұл статус бізден алынып қалған, ал енді қайтадан конституциялық негізде бұл статус енгізілгелі отыр. Осыған байланысты қоғамда тағы сұрақтар туындайды. Бұл вице-президент статусының енгізілуі Қазақстанда билік транзитін жүзеге асыру, қандай да бір шетін оқиғалар, төтен жағдайлар болған жағдайда Қазақстанның нақты саяси тізгінін ұстап қалатын тұлғаны анықтау үшін жасалып жатқан дүниелер турасында көптеген пікірлер алмасуда. Сонымен қатар бұл вице-президент статусының бүгінгі Қазақстанға керегі қаншалықты дегенде сұрақтар туындауда. Осыған қатысты сіздер сарапшы ретінде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырсаңыздар, вице-президент статусы бізге қазір не үшін қажет? Және бұл алдағы уақытта өзара билік бәсекесін тудыратын негізгі себеп болмай ма деген қауіп. Дұрыс айтасыз. Мынау жалпы вице-президент қызметінің енгізілуі жаңағы билікті кепілді беру құралы ретінде қарастыруға бола ма деген жаңағы жиі сұрақтар қойылып жатыр. Бұл жерде мәселені жаңағы әртүрлі халықтың, сарапшылардың ой көзқарасы эмоциясымен емес, жаңағы мемлекетті басқару логикасымен бағалау арқылы
есептеп ойластыру керек деп ойлаймын. Ең алдымен жаңағы мынау бір өзіңіз айтып өттіңіз, вице-президент институты біздің бұл жаңа ғана бізге жаңалық емес. Бұл жаңа 90 жылдары Конституцияға бұл ұғым енгізілген болатын. Яғни тарихымызда болған бұл вице-президент институты ұғымы. Екіншіден, бұл жерде мемлекеттік басқару теориясы тұрғысынан вице-президент лауазымы билік сабақтастығын қамтамасыз ететін механизм ретінде қарастырылады. Егер президент өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқталса, жаңағы билік вакуумы пайда болуы тиіс. Мұндай жағдайда жаңағы алдын ала айқындалған, яғни субъектінің болуы мынау біздің осы кейінгі конституцияда, жаңа конституцияның жобасында нақты нормаларында көрсетілген, жаңағы президенттің денсаулығына байланысты лауазымнан кетуіне орай вице-президент тағайындалады, немесе ол вице-президенттің қандай да бір себептермен тағайындалмаса, әрі қарай жаңағы қателеспесем құрылтайдың төрағасына, одан кейін премьер-министрдің сияқты жаңағы өзінің сатысы арқылы билікті беру механизмі. Бұл жерде жаңағы халықтың көзқарасында ойлайды, жаңағы бұл дегенің тікелей қазірден бастап президенттің орын толтырушы келесі президенттер, яғни нақты анықтау мақсатында осындай вице-президентті енгізіп жатыр ма деген көзқарастар бар. Әрине олай ойлауға болмайды. Жаңа айтып өттім. Мынауындай қазіргі күрделі геосаяси жаңағы экономиканың тұрақсыздығы жағдайында осы нақты заңмен алдын алу мақсатында осы мемлекеттің тұрақты даму үшін қажетті маңызды фактор деп айтуға болады. Сонымен қатар бұл вице-президент институтын тек жаңағы сақтандыру тетігі ретінде қарастыруда жеткіліксіз деп ойлаймын. Оның функционалы тек жаңағы төтенше жағдайға арналған бір қосымша құрал немесе резерв ретінде емес. Бұл жерде жаңағы билікті басқарудың жаңа тиімділігін арттыру тұрғысында қарастыруға болады. Бұл сонымен қатар Конституцияның нормасында бұл жаңа вице-президенттің жаңа халықаралық өкілеттілікке қатысуы, жаңа парламентпен өзара қимылдарды үйлестіруге, жаңа қоғамдық саяси орталармен, сараптамалармен жаңағы өзара диалогтарды ұйымдастыру бойынша бұл жұмыс, яғни вице-президенттің бұл жерде тиімді тұстары өте көп деп айтуға болады. Бұл жерде ең маңызды мәселе ретінде жаңағы балама билік орталығы қалыптаспайды деп, яғни конституциялық иерархия сақталады бұл жерде. Яғни бұл жерде президент мемлекеттік биліктің негізгі әрі жоғарғы лауазымды тұлғасы болып қала береді. Президент, жаңағы вице-президент оның жаңағы өкілеттілігін алмастырмайды. Жаңа айтып өттік, тек жаңағы белгілі бір жағдайларда, Конституцияның нормасында бекітілген жағдайларда ғана өзінің рөлін атқарады. Әлемдік тәжірибелерде, яғни бұл вице-президент институты біраз мемлекеттерде бар. Яғни бұл тәжірибеге сүйенсек, бұл жаңағы саяси тұрақтылықтың бір элементі ретінде қарастырылған және тиімді тұстары да көп деп айтуға болады. Рахмет, Нұржан ханым. Асеке, осы тұрғыдан вице-президент статусының енгізілуі бұл төтен жағдайда жаңағы билік басқару ісін тоқтатпай жалғастыру функциясын атқаруы. Бізде бұл функцияны осыған дейін Сенат төрағасы конституциялық негізде Сенат төрағасына берілетін, Сенат төрағасы Қазақстанда екінші
саяси басшы ретінде саналатын. Ә, Енді жаңа конституцияның жобасы бойынша бізде бір палаталы парламент болып сенат жойылғандықтан бұл құзырет, бұл функция вице-президентке автомат түрде берілетіні айтылуда, оны көріп қоғам талқылауда. Осы тұрғыда секе әлемдік практика, осы тұрғыда әлемдік практикадағы вице-президент статусының мәні мен осы тұрғыда әлемдік практикада вице-президент статусының мәні мен маңызы қандай? Алыс жақын көршілеріміздегі билік транзиті кезіндегі саяси тұрақсыздықтар кезінде бір күндік басқарусының бір күнге тоқтап қалуының салдары қандай болды? Мысалы, біз өзіміздің орталық Азия географиялық аймағында Қырғызстанда бірнеше дүркін билік төңкерістері болғанын, режим ауысқанын көрдік. Сол кездерде бір күн ғана биліктің тоқтап қалуы, елдің басқарушысыз қалуы мемлекеттің өміріне қалай әсер еткендігі туралы аз кем пікір бөліссеңіз. Вице-президент институты енді бізде жаңашылдық емес, бұл бұрында болған, қайтадан енді бұрынғы игіліктер қайта оралады деп ежелгі тәмсілмен айтатын болсақ, сол ақырындап қайтып оралып жатыр деп айтсақ болады. Бұл енді біріншіден менің ойымша саяси элитаның арасында интриганы сәл бәсеңдету үшін жасалатын дүние. Яғни бұл жердегі айтпақ ойым вице-президент автомат түрде келесі президент дегенді білдірмейді. Алайда бұл мемлекеттің жаңағы тоқтаусыз функция жасалатынының бір көрінісі болады. Егер енді кез келген геосаяси жағдай бар, тағысын тағы басқа деген сияқты жаңағы мемлекет басшысының денсаулық жағдайына байланысты ол бір белгілі бір дәрежеде қызметтен кету сәттері болуы ықтимал, иә. Ондай сәтте мемлекет өзінің функциясын тоқтатпай ары қарай жалғастыруы тиіс. Және бұл тұрғыдан алып қараған кезде бізде президенттен кейін иерархиялы деңгейде сондай төтенше жағдайларда кім мемлекетті уақытша басқара алатыны жайлы нақты жаңағы көріністер айқындалып берілуде. Бұл бір. Екінші мәселе, айтылуға тиіс мәселе, вице-президент ол автоматты келесі президент емес. Себебі бізде кез келген демократиялық мемлекет сияқты президенттің жаңағы таққа келу, билікке келу тетіктері нақты көрсетілген. Ол сайлау арқылы жүзеге асады. Сондықтан жаңағы төтенше жағдай болған сәтте жаңағы міндетті түрде 2 айдан кейін президенттік сайлау өтуге тиіс деген жаңағы бізде функция енгізіліп отыр. Сондықтан бұл тұрғыдан алаңдаудың ешқандай қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Дегенмен қазіргі уақытта енді әлемдік тәжірибеде бұл вице-президенттің көп қырлы негізде қолданылып жүргенін жақсы көріп отырмыз. ақш-та енді Венстің қалай әлемдік халықаралық деңгейдегі сыртқы мәселелерді көбінесе жаңағы шеше алатынын көрудеміз, және мемлекеттің атынан жаңағы келіссөздер жүргізу өкілеттілігіне ие болып отыр. Сондықтан бұл бір жағынан енді жаңағы мемлекеттің көп қырлы әрекет етуін тетіктерін арттыруға мүмкіндік береді деп айтсақ болады. Және төтенше жағдайлардағыда жаңа біз бір қатар мысалдарға куә болып отырмыз. Әсіресе 2026 жылы бізде мына Венесуэладағы оқиғаны жақсы көрдіңіздер, иә. Мадуроның кейсі өте бір жақсы, осы вице-президент жаңағы кейсіне жақсы сияқты. Себебі Мадуро жаңағы қызметінен алынғаннан кейін енді халықаралық нормаларды өрескел бұзу операциясы сәтінде, бірақ жаңа вице-президент мемлекеттің қызмет ету өкілеттілігін тоқтатпау үшін уақытша қызмет етіп отырғанын біз көріп отырмыз. Сондықтан енді әлемде бұндай тәжірибелердің өте көп мысалдары жеткілікті. Және біздің негізгі мақсат бұл жердегі ол біріншіден сабақтастық биліктің арасындағы, екіншіден бұл жаңағы тұрақтылық және сақтандыру функциялары ретінде де қабылдауға болады. Бірақ бұның барлығын тек қана осы деңгейде қарастыруда қателік болатын шығар. Себебі вице-президенттің нақты жаңағы заңда көрсетілген және бекітілген функциялары бар. Яғни ол сыртқы саясатта көбінесе әрекет ету өкілеттіліктеріне ие болады.
халықаралық жаңағы тәжірибе алмасу, халықаралық форумдарда маңызды деген, мемлекет атынан жаңағы сөйлеу өкілеттіліктеріне ие болады деген сияқты, иә. Бірақ барлығын түсінуіміз қажет. Бұл жерде заңда әрбір саяси лауазымның нақты атқаратын қызметтері, өкілеттіліктері ойып көрсетіліп жазылған. Яғни мемлекеттің негізгі басшысы және мемлекеттің негізгі жаңағы көрсеткіші ретінде президент болып қала береді. Вице-президенттің өзінің өкілеттілігі де нақты тайға таңба басқандай көрсетілген, премьер-министрдің де және тағысын тағыларын деген сияқты. Сондықтан бұл жерге бір жаңашылдық ретінде қарау менің ойымша сәл әбестік болады. Бұл бұрыннан бар тәжірибе, бұл Қазақстанның тәжірибесінде де болған, бұл әлемдік тәжірибеде де бар. Сондықтан енді бұл вице-президенттікке бір жаңашылдық ретінде қарамай, бұл бар тәжірибе ретінде қабыл алғанымыз дұрыс болатын шығар. Және о баста қойған бір сұрағыңызға жаңа қайта оралғым келеді. Бұл құрылтайды президенттің жаңа тарату құзыретінің болу мәселесінде, иә. Бұл жерде енді президенттің құрылтайды тарату құзыретінің бар екені көрсетіледі, бірақ тарату құзыреті міндетті деген мәселе жоқ. Яғни оның құзыреті бар, қажет жағдайда ол тарата алады деген мәселе, иә. Бұл жерде енді белгілі бір аса лауазымды жаңағы кандидаттарды тағайындау мәселесіне келген кезде құрылтай ол ұсыныстарды қабылдамаған сәтте президент осындай бір ең соңғы стадиядағы шешімді қабылдай алатыны көрсетіледі. Бұл не үшін жасалады? Жалпы саясаттағы ең үлкен мәселе, саяси дағдарыс, ол жаңағы мемлекеттік институттардың шешім қабылдау функциясының тежелуі. Бұл өте қиын, себебі енді халықаралық тәжірибеде таяу шығысты көп қарастырамыз. Өзім жеке тәжірибемде, мысалы, Ливан мемлекетін алып қарастырайық. Ливанда 2 жылға жуық президентті тағайындай алмады, себебі парламент нақты шешімге келе алмады. Яғни саяси партиялар бір шешімге келе алмағандықтан мемлекеттің функциясы бір 2 жылға жуық тоқтап қалды деп айтсақ болады. Былтыр ғана осы бір тәжірибе жалғасқан еді, өздеріңіз жақсы білесіздер. Ал осы 2 жылға дейін президентті анықтай алмағандықтан ол жақтағы мемлекеттің дамуы, жаңағы даму стадиясы, экономикалық, саяси стадия болсын, әскери тұрғыдан болсын, қауіпсіздік мәселесі және тағысын тағылар, инвестиция тарту, оның барлығы тоқтап қалды. Себебі премьер-министр мемлекеттің жаңағы мемлекет басшысының уақытша өкілеттілігін атқара алғанмен, онда толық өкілеттілік ету функциялары болған жоқ. Ал парламент президентті тағайындаудан 2 жылға жуық бас тартып келді, себебі партиялардың арасында жаңағы жақсы қарым-қатынас болған жоқ, бір ауыздылық болған жоқ деген сияқты. Сондықтан осындай бір саяси дағдарыстар болмау үшін мемлекетте жаңағы сақтандыру функциялары болу керек. Яғни мемлекет ешқашан ол тоқтап қалмауға тиіс. 24/7 жұмыс істейтін машина деп ағылшындар айтқан сияқты мемлекет деген. Себебі қазіргі уақытта енді геосаяси турбуленттілік ауытқып тұрған сәтте бізде шешім қабылдау тетіктері де аса жылдам болуға тиіс. Бұл бір. Екіншіден, өзекті мәселелерді кейінге қалдыра беруге тағы да болмайды. Сондықтан осындай мәселелерді ескере отырып, жаңағы үлкен бір саяси шешімдерді қабылдауға байланысты осындай ұсыныстар жасауда. Бұл бір. Екінші мәселе, бізде енді менің ойымша енді парламентті екі палатадан бір палаталық деңгейге ауыстырудың өзі де осы шешім қабылдау функцияларын жылдамдату үшін жасалып жатыр деп айтсақ болатын шығар. Себебі бізде өздеріңіз білесіздер, бұрында енді мәжіліс бар, мәжілісте қабылданған заң сенатта барады деген сияқты, артынша президентке барады. Енді бұның барлығы уақытты алатын, иә. Ал кейбір заңдар бізде ол жаңағы жылдам қабылдануға тиіс, оның өзектілігіне байланысты ол өте жылдам арада жаңа қабылданып мемлекеттің функция етуін, қызмет етуін ары қарай жалғастыру үшін қабылдануы тиіс. Сондықтан уақыт ұту жағынан да осындай бір шешімдер қабылданып жатыр деп айтсақ болады. Қазіргі уақытта енді уақыттың аса маңызды екенін саяси шешімдер қабылдауда Европа қауымдастығы да жақсы түсіне бастады. Мына Европарламентте де қазір өте көп шешім қабылдау тетіктерін жылдамдатуға байланысты модернизацияланып жатыр. Неге? Себебі Украинада болған қақтығыстарға байланысты Европарламент өте ұзақ шешімдерді қабылдады. Кейбіреуі 6 ай, кейбіреуі 1 жыл деген сияқты. Ал ондай уақыт мұндай геосаяси жаңағы аумалы-төкпелі кезеңде өте ұзақ кезең болып саналады. Сондықтан шешім қабылдау тетіктерін тек қана бізде емес, ол әлемдік деңгейде де жаңағы жылдамдатуға барын салып жатқан мысалдар жеткілікті. Жақсы, пікірлеріңізге көп рахмет. Біз 40 минуттан аса
талқылау жүргіздік. Сөзсіз енді түйіндейік. Жалпы конституция, жаңа конституцияның жобасы, бұл жалпы қоғамда қалыптасқан түсінігі осы. Бұл еліміздің саяси жүйесін дамытудағы және мемлекет пен қоғам арасындағы байланысты нығайтудағы бір стратегиялық қадам ретінде бұның маңызы жоғары. Иә, жаңа конституцияның жобасы ол саяси жүйені жаңарту ғана емес, бұл биліктің халық алдындағы жауапкершілігін күшейтуге бағытталуы және соған екпін түсіруі бұл аса маңызды мәселе. Біз конституциялық жоба бойынша қоғамдағы қызу талқыланған кейбір мәселелерге жауап іздеген болдық. Осыған қатысты ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге рахмет. Тағы айта алмай қалдым, немесе айтқым келіп едім, немесе мынаны қоса кетсем деп едім деген пікірлеріңіз болса мархабат, әйтпесе осымен түйіндейік.